концертке бір апта қалған кезде екеуміз қырылысып қалдық кәдімгідей. Гүлзира екеуміз. Неге? Неліктен? Ал, міне қызық басталды. Мен айтпайым болды деп. Гүлзира ханым ана дос қызыма шығып, мына дос қызыма шығып, әйтеуір ашуымды басып алып. Бұның мінезін жынды екенін білмей алдым ғой енді. Мен де қырсық адам ғой, неге бір қырсысам Бірақ көндірді. Өзім концертке жанығып жатырмын. Уақыт болып қалды. Жақындаған кезде қырсығады да. Мен біреу тиіспесе өте жұмсақ адам да, бірақ тиіссе аямаймын мен. Сонда Гүлзира ханым тиіскенсіз ғой. Тиіскен боларсыз. Мен ешкімге тиіспеймін. Жоқ, ешкімге тиіспеймін. Бір сол кезде жаңағы концерттің алдында марқұм Ержан ағамыз қайтыс болды. Серікбаев сазгер. Сол концертке қатысатын болған. Соңғы рет мен көрдім ол кісіні. Иә. Мен сол кісінің несіне кетіп қалдым да, жерлеуіне. Сөйтіп Гүлзира ханым маған айғайлайды ғой ана жақтан, қақта жүрсің деп. Мен осында келдім енді. Естіп тұрып қалай келмейсің? Тез қайт, бүгін кешке жет Алматыға дейді. Мен şimdi арыста жүрмін. Сонымен кісіге екеуміз сондай не болған, қазір енді күліп айтып отырмыз ғой, оның барлығы. Біз енді былай өмірде қалай болсын бір-бірімізге сөзімізді асырып, батырып сөйлейміз. Ұрсып та сөйлейміз, былай да сөйлейміз. Сол себептен Гүлзира ханыммен қазір шынайы біз өмірде де, өнерде де өзіміз сыйлайтын, құрметтейтін әпкеміздің бірі. Гүлзира ханымнан гөрі мен Нұртас ағамды қатты сыйлаймын, жақсы көремін десең ма? Қарындасым деп маңлайыңнан сүйіп тұрған кезде қалай жақсы көрмейсің осындай ағаларымызды.